Все началось, да? Менің тақырыбым күніне 15 минут арқылы өмірімізді қалай өзгертеміз. Құрметті тыңдармандар, сіздерге бір сұрақ. Өмірімізді өзгерту үшін қанша уақыт қажет? Бір жыл, бір ай, бірнеше сағат? Менің жауабым 15 минут. Көбіміз, менде уақыт жоқ. Дүйсенбіден бастаймын. Мен дайын емеспін деп маңызды істерді артқа қалдырамыз. Бірақ үлкен өзгерістер, үлкен нәтиже, үлкен қадамнан емес, кішкентай қадамдардан басталады. Ең бастысы үздіксіз күнде кішкентай қадамнан бастау. 15 минут кітап оқу арқылы біз бір айда бірнеше жүз кітаптың бетін оқиды екенбіз. 15 минут жаттығу арқылы біз денемізді жаттықтырамыз, күш қуатын сезінеміз. 15 минутта біз 15 минут тіл үйрену арқылы, жаңа тіл үйрену арқылы біз бір жылда еркін сөйлеу дәрежесіне жетеміз. Біз 15 минутта өміріміздің мақсаттарын жоспарлау арқылы біз оны бағыттай алады екенбіз. Кейбіреуіне 15 минут аз болуы мүмкін. Бірақ ол бір жылда 91 сағатқа айналады. 91 сағатта адам бір дағдыны меңгере алады. Бірнеше кітап оқи алады. Артына кейін қалдырған маңызды іс-шараларын, ол жеткілікті уақыт 91 сағат деген. Мәселен 15 минутта емес. Мәселе тұрақтылықта. Біз бір күнде өзгеруіміз мүмкін емес, болуы мүмкін, бірақ біз күнде кішкентай істер, қадамдар жасау арқылы біз үлкен нәтижеге жете аламыз. Сондықтан да біздің бүгін қойылатын сұрағымыз, өмірімді жақсарту үшін келесі 15 минутта мен не істей аламын? Мінсіз уақытты күтпейік. Дүйсенбіні де күтпей ақ қойыңыздар. Дәл бүгін, дәл қазір келесі 15 минутты бағалы өткізейік. Өйткені үлкен өзгерістер, үлкен қадамдар, кішкентай қадамдардан басталады. Рахмет, назарларыңызға.